Барлықтарыңа сәлем. Әрбір компьютерді қолданған жан мынандай суретпен таныс шығарды. Яғни файлды жүктеген кезде интернеттен бізге компьютер өзі есептеп, қанша уақыт қалғанын есептеп береді. Осы дұрыс па, дұрыс емес па, қазір есептейік. Себебі кейде 4 сағат дейді, 4 ай күтесің дейді, 4 жыл күтесің деп болып кететіні бар да. Осы қаншалықты шын екенін қазір тексеріп көреміз. Бізде мына файлды 39,6 килобайт секундпен жүктеп жатыр екенбіз. Біздің файлымыздың көлемі міне 680. Яғни мына бізде 680 мегабайт болатын болса, 34,9-ды біз уже жүктеп қойдық. Яғни қалғаны бізде 645,1 мен уже азайтып қойдым. 645,1 мегабайт қалып тұр екен. Яғни бізде көлем бар, жылдамдық бар, секундты табу керек бізде. Яғни ол үшін мегабайтты біз килобайтқа бөле алмаймыз. Ол үшін айналдыру керекпіз. 645,1-ді көбейтеміз 1024-ге, чтобы килобайтқа ауыстыру үшін 660,582 килобайт. Яғни бізде көлеміміз бар. 660,582 болады екен килобайт. Мынаны ауыстырған кезде. Яғни енді мынаған бөлеміз, сол кезде бізде неше шығады? Қазір айтамын, 39,6. 16,681, яғни 16,681 секунд шығады екен. Енді 4 сағат 38 минут 6 секунд ауыстырған кезде не істейміз? 4 сағатты 3600-ға көбейтеміз. 3600 қосамыз, 38 минутты көбейтеміз 60-ға, қосамыз 6. Сол кезде бізде 16,686 секунд шығады екен. Яғни ақы жазып қояйын, 16,686 секунд. Яғни екеуі жобалап теңесіп тұр. Дәл осындай біз енді интернеттен скачать еткен кезде файлды өзіміз уақытты есептеп алуымызға болады екен. Яғни просто күтіп отыра бермей. Әрине, мұны ешкім есептеп отырмайды, жай информатикаға қатысты қызықты бір ақпарат болсын. Дәл осындай ақпараттар қызықты болатын болса, менің каналыма тіркеліп қой.